Сәлеметсіз бе? Бүгінгі практикалық жұмыстың тақырыбы операциялық жүйенің қасиеттерін анықтау, файлдар және каталогтармен жұмыс істеу, Word мәтіндік редакторы. Жоспары операциялық жүйенің қасиеттерін анықтау. Ең алдымен компьютерде қандай операциялық жүйе орнатылғанын білу үшін келесі қадамдармен жұмыс жасаймыз. Пуск батырмасын басамыз, параметрі таңдаймыз, оның ішінен системаға кіреміз. Ашылған терезенің төменгі жағынан программаны таңдаймыз. Сол кезде бізге операциялық жүйеміз туралы барлық ақпаратты көре аламыз. Сондай-ақ жүйенің түрі неше разряд екенін осы жерден көре аламыз. Келесі жолы іздеу жолағына SMD деп жазамыз, командалық жолды шақырамыз. Осы жерге ағылшынша System Info деп жазамыз да, Enterді басқан кезде біз осы командалық жолдан операциялық жүйе туралы барлық ақпаратты ала аламыз. Келесі практикалық жұмыстың ішінде файл және каталогтармен жұмыс. Тақырып бойынша жұмыстар берілген, қадамдармен көрсетілген, соны өздеріңіз жасап көресіздер. Сондай-ақ жаңағы операциялық жүйені анықтау қадамдары macOS операциялық жүйесіне де практикалық жұмыстың ішінде көрсетілген. Келесі жұмыс Word бағдарламасында пішімдеу негіздері. Яғни Word мәтіндік редакторында әртүрлі қойындылармен, оның ішіндегі құралдармен жұмыс жасаймыз. Қойынды деп отырғанымыз, яғни главная ставка, конструктор, макет деген қойындысы болып табылады. Жоғарысында көрсетілген, оның ішінде өзіне тиесілі құралдары бар. Тапсырманың тәжірибелік жұмыстың ішінде шрифт құралдарына қатысты тапсырма көрсетілген. Мысалы, сіздерге бір сөзді алып жазып көрсетейін. Мысалы, информатика деген сөзді алып, осыған жаңағы біз әртүрлі жаңағы құралдарды қолдана аламыз. Мысалы, шрифтін өзгерту, оған сайын өлшемін өзгерту, оны жирный, курсивный ету, подчеркнутый ету деген сияқты. Сондай-ақ мына жерден оған әртүрлі эффектілерді қолдануға болады. Сондай-ақ оның түсін өзгертіп, немесе үстінен белгілеп түсін өзгертуге болады. Сондай-ақ мына жерде шрифт құралының ішінде надсрочно, подсрочно дегенде қосымша құралдар бар. Ол яғни біз жаңағы санның квадратын анықтайтын, жазатын болсақ, немесе жаңағы реттілігін көрсететін болсақ, осыларды қолданамыз. Келесі таблицаға, кестеге қатысты вставкаға кіреміз. Таблицаның ішіне, мысалы, біз қажетті қатарлар мен бағандарды өзіміз таңдап аламыз. Содан кейін, мысалы, кейбір қатардың немесе бағанның жаңағы шекараларын өзгертуіміз қажет болса, бізге жаңа кестені қойып алғаннан кейін конструктор таблица деген бізге қосымша қойынды ашылады. Осы жерден біз оның шекараларын өзгерте аламыз, жаңағы түсін өзгерте аламыз, жаңағы оған басқа түр бере аламыз. Яғни мына жерде таңдалып тұр. Осыған мысалы 2:25 деп кішкене қалыңдық бере аламыз. Немесе жаңағы осылай белгілеу арқылы өзгерте аламыз. Тәжірибелік жұмыстың тапсырмасы, жаңағы өзіңіз бір сөзді алып, оған әртүрлі шрифт құралдарының ішіндегі барлық құралдарды қолданып көресіздер, және бір кесте алып, 4:5, яғни 4 қатардан 5 бағаннан тұратын кесте құрып, оның жаңағы белгілі бір қатарларын шекарасын 2:25-ке өзгертіп, оның ішін толтырып көріңіздер. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.